Салмағын, бойын, соған байланысты аппарат өзі қанша объем беру керек, көлемін, жиілігін науқастың жағына демасы анықтайды өз аппараттың өзі. Бүгінгі күннің осы қандай сұраныс бар осы аппаратқа сәйкес, осы аппарат барлығына жауап береді. Сондықтан өте жақсы аппарат. Қазір енді 100 миллион теңгеден астам қаражатқа осы ауруханаға ең қажетті құрал жабдықтарды алып берді. Кәсіпкерлеріміз жанар-жағармаймен де көмектесіп жатыр, азық-түлікпен де көмектесіп жатыр, қаржылай да көмек көрсетіп жатыр. Біз осы жерлестердің атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Мына бүгінде біздің қалаға қарасты 7 үлкен құрылыс компаниясы, Сатсервис, біздің Роза апамыз бастаған, мына Сапақ компаниясына Серік ағамыз бастаған, Қайрат Ерназар ағамыз бастаған Бақ-береке 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Нұрай, Алтын Айдарлы, осындай үлкен компаниялар өздері бірігіп, мына өткенде заказ берген болатын тұғын. Бұны енді Германиядан алдырды. Мына өкпені жасанды тыныстандыру аппараты 30 миллион теңгенің үстінде тұрады. Осыны қалалық ауруханаға сыйлап жатыр. Одан бөлек мына 15 концентрат оттегі аппараты. Оны табыстап жатыр. Оны да қазір мына ана мен балаға облыстық жұқпалы ауруханаға и облыстық балалар ауруханасына біз табыстаймыз. Сондықтан мына сіздердің аттарыңыздан, біздің жерлестеріміздің атынан құрылыс компанияларының басшыларына үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазіргідей қиын кезде, мынандай дағдарыстың кезінде, мынандай індет жайлап тұрған кезде бұл кісілердің де қазір жағдайлар шынында да оңай емес. Бұл кісілердің де жұмыстары қазір енді бұрынғыдай деңгейде емес. Сол жерде енді мына шектеулер болып жатыр. Қиындыққа қарамастан өздерінің отбасыларының кірістерінен осындай қаражат бөліп, мынандай үлкен көмек көрсетіп жатқанына мыңда бір алғыс. Сіздерге Алланың нұры жаусын. Сәке, Роза апамыз бар, үлкен рахмет. Өте мықты аппарат. Соңғы үлгідегі Сәбит Бекшұлы айтып отыр ғой. Енді өз 30 миллион теңгенің үстінде болғаннан кейін өте шынында да құнды аппарат қой. Сондықтан жақсылап пайдалану керек. Ешкім асқан тасқаннан көмектесіп жатқан жоқ. Барлығын қазір тиын санап отқан заман. Әрбір кәсіпкеріміз болсын, басқа қарапайым халқымыз болсын, 40 миллионның үстінде қаражат жинап, сіздерге осындай үлкен көмек көрсетіп жатыр. Осыны бағалап, ел халықтың игілігіне пайдалану керек. Сіздердің еңбектеріңізді ел бағалайды, ел батасын береді. Осының арқасында қазір қаншама жерлестеріміз жазылып шықса, соның алғысын алсаңыздар, одан артық не керек? Қаламыздың 2 жылдығын өткізгенде де үлкен қолдау көрсеттіңіздер. Биыл да қаланы әрлеуге, қаланы абаттандыруға үлкен үлес қосып жатсыздар. Демеушілік көрсетіп жатсыздар. Қалада көпқабатты үйлерді әрлеуге жылда жоқ дегенде 150 үйді осы кісілер жөндеуден өткізеді. Барлық өз қаражаттарының есебінен. Дворларға үлкен көмектесіп жатсыздар. Үлкен рахмет. Қай кезде де сіздер осындай игі істердің басында жүресіздер. Тек бүгінгі мына індет басталған кезде емес. Тұрмыс төмен отбасыларға да көмек көрсетіп жатсыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Турциядан келген 2 ИВО-мыз бар, өзіміздің 2 ИВО істеттік. Енді індетті осы күзге дайындап жатырмыз ғой. Күзге тағы да 2 д ИВО болса, чтобы полностью реанимация. Германияда жасалған екен, 30 миллион теңгенің үстінде тұрады, өте жақсы аппарат екен. Сәбит Бекшұлы көріп айтып отырған маман ғой. Соны көрейік, Құдай қаласа, тағы да біз кәсіпкерлермен сөйлесіп көреміз енді. Бюджеттің де мүмкіндігімен қарастыруымыз керек.
рахмет айтамын. Еңбектеріңізге береке берсін. Бұндай азаматтық көрсетіп, мынандай пандемия жағдайында көп қолдау көрсетіп жатқандарыңызға көп рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы. Сіздерге көп рахмет. Дәрігерлердің атына сіздерге енді әрі қарай халыққа да қызмет етеміз деп сенімімізді білдіргіміз келеді. Себебі енді жалғыз аурухана екенін білеміз. Мынау облыстың барлық балаларының денсаулығын сақтап, әрі қарай науқас балаларды әйтеуір аман-есен отбасына оралуына үлесін қосып жатырмыз. Дәрігерлер, медбикелер, кіші буынды медицина қызметкерлері, әрқашан сіздердің аттарыңызға алғысымызды айтып отырмыз. Бүгінгі іс-шара да бұл үлкен іс-шара. Бұл бізге ең бірінші ынталандыру деп өзім ойлаймын. Хорошая мотивация, потому что қазір облыс әкімдігі, қала әкімдігі, облыс денсаулық басқармасының осында қолдау көрсетіп отырған бұл кісілерге үлкен көтеріңкі көңіл күй сыйлайды деп өзім ойлаймын. Ынтасын тудырады жұмысқа. Сол үшін сіздерге көп рахмет. Әрі қарай жұмысымызды атқарамыз. Енді қазіргі таңда кешегі сіздер берген тапсырма бойынша бәрін жасап қойдық қолымыздан келгенше. Енді бір қиындық туындап отырғаны өзіміз бір спонсор тауып едік, бірақ енді бұл әлі орны келіңкіремей жатыр. Реанимациямыз 3 жыл болып бізде капремонттан өтпей тұр. Ол қанша қаражат керек? Енді әлі біз есептедіңіздер ме? есептеген жоқпыз. Есептемесін беріңіздер, кім сайып бексетіп көрейік, хорошо. Ойластырамыз, көмектесеміз. Сол болмаса қалғаны енді қазіргі таңда бәрі алып беріп Өйткені оның барлығын бюджеттен шешу мүмкін емес. Бюджеттің де қаражаты шектеулі. Оның үстіне заңда көтере бермейді. Сіздердің аурухана ашылғаны 3 жыл болды ғой енді. 5 жылға дейін бұған жөндеу жұмыстарын жүргізуге де болмайды. Оның бәрін заң көтермейді. Оның бәрін біз жақсы түсінеміз. Сол себептен көмектесеміз. Мына бүгінгіде мысалы ол кішкентай зат болғанмен 4 миллион теңге жуық қаражаттың заты ол оңай қаражат емес шынын айтқанда. Сондықтан оған да көмектесіп жатқанымыз сол. Ал жаңа жөндеу жұмыстарына ол қолдау көрсетеміз, есептеп айтыңыздар сізге, жақсы ма? Хорошо, түсінікті.